Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге челлендждің сайтына қалай тіркелу керек, сол жөнінде айтатын боламын. Сіздерге осында сілтеме бару керек, мінекей, челлендж бизнес бастау деп. Жалпы өзгергім келеді челлендждің порталы. Енді соған қалай тіркелуге болады, соны көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыздар. Басамыз сілтемені, сол сілтемеге өтеміз. Өткеннен кейін осылай шығады сіздерге. Өзгергім келеді челленджі сайтына тіркелу үшін төмендегі жолдарды толтырып тіркелу батырмасын басыңыз дейді. Содан кейін телефонға қоямыз, мына жерге телефонға өзіміздің телефон номерімізді жазамыз. Мысалы, мен қазір жазайын. Жаздым. Содан кейін мына жерге өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Мен мысалы жазам. Жазам. Содан кейін құпия сөз деп тұр. Құпия сөзге мына жерге пароліңіз міндетті түрде ұмытпауыңыз керек. Мен мысалы қазір өзімнің атын жазам, английский. Ернар. Осыны құпия сөзден ұмытпауыңыз керек. Келесіде кірген кезде осы немен кіресіз. Тіркелуді басамыз. Опа, тіркелдік, көрдіңіздер ғой. Әзірге мына жерде сабақ жоқ. Ертең челлендж басылған уақытта сол күні мына жерге сабақтар салынатын болады, мінекей. Примерно сабақтар осы жерде тұрады. Пікірлер дейтін не бар, мына жерде глава бар. Содан кейін қатысушылар тізімі бар мына жерде. Мінекей. В принципе, осы оп-оңай тіркеліп осылай ала аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.